Қайырлы күн достар, бүгін осындай өте дәмді күлше нандардың жасалу рецептімен бөлісетін боламын. Алдын ала електен өткізілген ұнымызға дрожжымызды, тұзымызды салып, жақсылап ұнмен бірге араластырып аламыз. Және оның үстіне 2 ас қасық қаймағымызды саламыз. Қаймақ салу міндетті емес, егер бар болып жатса, қаймақ қоссаңыздар болады. Менде енді қаймақ болғандықтан осында 2 ас қасық қаймағымды салып, жақсылап онымен бірге араластырып, жылы суымызды құя отырып, жұмсақ етіп қамырымызды ашытып алатын боламыз. Осы кезде қамырымыздың үстіне сұйық майымызды аздап құйып, тағы да жақсылап осылай илеп алатын боламыз. Осылай илеген уақытта біздің жаңағы құйған майымыздың барлығы түгел қамырымызға сіңіп, кәдімгі құрғақ қамыр болып осылай иленетін болады. Міне майымыздың барлығы түгел сіңіп кетті. Енді жақсылап илеп болғаннан кейін арнайы салафанмен жақсылап жауып, жылы жерге жарты сағатқа көтерілгенше қойып қоятын боламыз. Міне біздің қамырымыз осылай жақсылап көтеріліп шықты. Енді оның бетін осылай қайтарып, енді қамырларымызды бөліктерге бөлетін боламыз. Арнайы таразының көмегімен 80 немесе 100 граммнан осылай бөліп аламыз. Алғашқы кезде өздеріңіз осылай 100 граммнан бөліп алып, қалған қамырларды көз мөлшерде осы бөліп алсаңыздар болады. Бөліп алған қамырларымызды көріп тұрғандарыңыздай дөңгелек етіп айландыра отырып, осылай дөңгелек қамыр жасап аламыз. Осы уақыт аралығында пешімізді қыздырып қоямыз. 180 градуста 20-25 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне осылай қамырларымызды дөңгелектей отырып, дөңгелек пішінге келтіріп алып, ыдысымызға қағазымызды төсеп, жаңағы дөңгелетіп алған қамырларымызды осылай қойып шығатын боламыз. Менде 9 қамыр кетті. Енді оның бетін салафанмен және оның бетін шашығымызбен жауып 20 минутқа қойып қоямыз. Міне 20 минутқа қойғаннан кейін осылай көтеріліп көпсейді. Енді оның бетін арнайы осындай ыдыспен немесе қолымызбен ортасын осылай дөңгелек етіп ортасын ашып алатын боламыз. Барлық қамырларымызды міне осылай ашып алғаннан кейін жұмыртқамызды жақсылап араластырып, барлығының бетіне жұмыртқамызды жағып шығамыз. Жұмыртқамызды жағып болғаннан кейін енді оның жаңағы ортасын ашқан жерімізді шанышқының көмегімен немесе арнайы наншығыштың көмегімен осылай тесіп аламыз және оның бетіне қалауларыңыз бойынша күнжіт немесе мак сепсеңіздер болады. Алдын ала қысып тұрған пешімізде 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Міне сонымен біздің нандарымыз, күлше нандарымыз пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі, жұмсақ болып шықты. Мендегі ұным бірінші сортты ұн болды. Қалаған сорттағы ұндарыңызбен жасасаңыздар болады. Үйдегі бар ұндарыңызбен жасай берсеңіздер болады. Міне күлше нандарым осылай пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі, жұмсақ болып пісіп шығады. Қонақ күтетін кезде дастарханға ұялмай қоя берсеңіздер болады. Өте жұмсақ болып пісіп шығады. Сіздер де дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.